Отырар аудандық білім бөліміне қарасты Маяғұм ауылында орналасқан Шоқан Уәлиханов атындағы жалпы білім беретін мектебі аймақтағы өнегелі оқу орындарының бірі. Әлемнің екінші ұстаз атанған ғұлама Әбу Насыр Әл-Фарабидің туған жері саналатын аймақта орналасқан білім ордасы 1997 жылы асар жолымен салынса, мектеп ғимараты 2023 жылы толықтай күрделі жөндеуден өткен. Бүгінгі таңда 600-ден астам ауыл баласына сапалы біліммен қатар саналы тәрбие беріп отырған өнегелі ұжымда 95 мұғалім еңбек етуде. Ең бастысы білім бәсекелерінде мерей үстем бұл мектептің оқушылары пән олимпиадалары мен өнер және спорт бәсекелерінде жоғары нәтижелер көрсетіп келеді. Бұл тұрғыда мектеп директоры Мырзабекова Кәмшат Дастанқызының да еселі еңбегін атап өткен жөн. Кезінде өзі білім алған оқу ордасында еңбек жолын ұстаздықтан бастап жоғары ұйымдастырушылық қабілетінің арқасында 2023 жылы мектеп директоры болып тағайындалған іскер басшы қысқа уақыт ішінде білім мекемесінің жетістіктерін еселей түсті. Жалпы мектебімізде 611 оқушымыз бар, 95 мұғалім, оның ішінде бірі шебер, зерттеуші 18, сарапшы 40 және модератор 42 мұғаліміміз бар санатындағы. Барлық мұғалімдер өзінің белгілі бір мақсаты бар, сол мақсатқа бағытталған шығармашылық жұмыстарымен айналысып жатыр, сабақ берумен қатар. Мектебімізде көптеген үйірме түрлері бар, жалпы санын айтатын болсақ 25. Әрбір үйірменің жетекшілері өз істеріне жауапкершілікпен қарай отырып, белгілі бір нәтижелерге жетіп жатыр. Соның ішінде ерекше бір атап айтатын үйірмеміз робототехника үйірмесі. Бұл үйірменің жетекшісі Төрегелдиева Алия өте сенімпаз, белсенділігі жоғары, балаларды қатты жақсы көреді. Соның нәтижесінде балаларымыз қазіргі таңда көптеген құрылғылар ойлап тауып, жаңа жобалар жасап жатыр. Бұл жобалар біздің осы мектепте, осы оқу жылында жүзеге асырылып жатқан брендтік мектеп, бірегей мектеп деген жобаға үлкен үлес қосып жатыр. Осы жобалар арқылы халықаралық байқауларға қатысып, бас жүлделерді иеленіп жатыр қазіргі таңда. Және де барлық спорттық үйірмелеріміз бар. Күрес үйірмесінен де Қазақстан Республикасының чемпионы атанып жатқан оқушыларымыз бар. 2009 жылы Мырзабек Айтбай ағайдың тұсында жалпы аудан бойынша үздік мектеп атанған. Енді сол дәстүрді менің қазіргі таңдағы мақсатым сол дәстүрді жалғастырсам деген. Биылғы оқу жылына басты мақсатымыз аудан бойынша үздік мектеп атану. Соған біз барлық байқаулардан алдыңғы орында шығуға және білім сапасының артуына барынша жұмыс жасап жатырмыз. Президент Қасым-Жомарт Тоқаев өз жолдауында жасанды интеллект технологияларын білім беру саласына енгізудің маңыздылығын атап өтті. Міне осы бағытты жүзеге асыруда Шоқан Уәлиханов атындағы жалпы білім беретін мектебінде жүйелі жұмыстар қолға алынып өз нәтижесін көрсетіп отыр. Яғни жасанды интеллектіні дамыту бойынша білім мекемесінде жұмыс істеп тұрған үйірмеде оқушылармен бірлесе жасалған жұмыстар бірқатар жетістіктерге жеткізіп отыр. Бұл туралы үйірме жетекшісі Төрегелдиева Алия Мүсірепқызы мәлім етті. Үйірме барысында біз оқушылармен бірлесіп инновациялық жобалар, робот құрастыру және де жасанды интеллектпен программалауды, басқа да 3D-мен жұмыс жасауды қолға алып, сол бойынша жұмыстар жасап жатырмыз. Ал қазір енді бізде былтырғы оқу жылына 2 инновациялық жоба жасаған болатынбыз. Сөйлейтін қол кептіргіш және де сөйлейтін үтік. Осы 2 инновациялық жобаны біз былтырғы оқу жылында оқушылармен бірлесіп жасап шыққанбыз. Және де бұлармен біз жарыстарға барып, жүлделі орындар алып жатырық. Аудандық, облыстық және республикалық деңгейде жарыстарға қатысып, ғылыми байқауларға жүлделі орын алып қайттық. Енді бұл жерде бізде сөйлейтін кітап жай кітап емес, бұл мектептің бренді деп айтсақ та болады. Себебі біздің биылғы оқу жылында 2025-2026 оқу жылында мектебімізде бір жылдық жоба брендтік бейне бірегей мектеп жобасы аясында жасалған кітап. Ұсыныс аудан тарапынан түскен болатын былтыр. Мектепте кіреберісте байқасаңыздар мектеп миссиясы бар. Сол мектеп миссиясын сөйлетсеңіздер деген ұсынысты аудан тарапынан айтылған. Сосын оны директорымыз қолдады. Енді бұл кітап бірнеше батырмалардан тұрады. Бірінші батырма ол мектепке келгенде қонақтарды қарсы алу батырмасы. Құрметті қонақтар, Шоқан Уәлиханов атындағы мектебіміздің төріне қош келдіңіздер. Осылай қош келдіңіздер деп қарсы алады. Ал енді екінші батырма әнұран. Барлық ресми іс-шара әнұранмен басталады. Сол себептен бұған біз екінші батырмаға әнұранды қостық. Және үшінші батырма біздің мектебіміз Уәлихановтың есімімен аталғандықтан Уәлиханов туралы мәлімет. Шоқан Шыңғысұлы Уәлиханов 1835 жылы қараша айында қазіргі Қостанай облысы Құсмұрын бекінісінде дүниеге келген.
азан шақырып қойған есімі Мұхаммед Қанапия деп ары қарай мәліметін айтады. Бұны біз жасанды интеллект негізінде жасанды интеллектпен сөйлеткен болатынбыз. Енді бізде биылғы тағы да бір ерекше жаңа жоба деп айтсақ болады. Бұл жобамен де біз жақын арада халықаралық ғылыми жобалар байқауына қатысып, бас жүлде иемдендік. Бұл сағат сабақ соңында кері байланыс беруге арналған сағат. Бұл жерде батырма және де ішінде Arduino платасы бар. 3 кнопка жасыл, сары, қызыл, ол түсіндім, түсінбедім және орташа түсіндім деген мағынаны береді. Және бұны біз 3 тілде сөйлеттік. Себебі барлық пәнге қолдануға ыңғайлы еттік. Ағылшын, орыс тілі, жаңа физика, химия, басқа да пәндерге арналған. Ал енді сөйлетіп көрсетсек. Барлығын толық түсіндім. Я полностью все понял. I understood everything completely. Деп 3 тілде сөйлейді. Толықтыратын жерлерім бар. Мне есть что добавить. I have something to add. Деп енді қызыл түсінбедім. Еш нәрсе түсінбедім. Я ничего не понял. I didn't understand anything. Бұны біз алдағы уақытта жетілдіріп, тағы да басқаша жасау ойымызда бар. Жасанды интеллект негізінде бұны платформаға байланыстыратын қылып, балалар бұны орындарында отырып, уақытты үнемдеп, тез ғана жауап беріп, кері байланыс беру үшін экраннан шығатын қылып жасасақ деген идеямыз бар алдағы уақытта. Цифрлық дәуірдің дамуымен қатар білім беру саласы да үлкен өзгерістерге қадам басты. Бүгінде жасанды интеллект мүмкіндіктерін дұрыс бағытта қолдану педагогтардың жұмысын жетілдіріп қана қоймай, оқушының тұлғалық дамуына да оң әсер етеді. Осы орайда ауыл балаларының қолынан шыққан тың дүниелер жасанды интеллектіні қолдану нәтижесінде түрлене түсті. Бүгін сіздерге өзімнің сөйлейтін қол кептіргіш жобамды таныстырамын. Бұл сөйлейтін қол кептіргіштің ішінде өзіміздің кішкентай шаш кептіргіш пен бар, 2 жұмалық доқ бар, флешка, дыбыстық колонка бар, және ультрадыбыстық датчигі бар. Бұл ультрадыбыстық датчик не үшін қажет десеңіздер, ол ультрадыбыстық датчикке қолды қоятын болсақ, сол кезде қолды жақындататын болсақ, қолды сезіп автоматтық түрде іске қосылады. Бұл қазақша сөйлейді және менің өз дауысымды бастым. Бұл сіздерге бұлай сөйлеп береді. Абайлаңыз, сыға уақуыңыз кетер мүмкін. Отанды өнімді қолданыңызға рахмет деп сөйлеп бере алады. Енді сіздерге іске қосып көрсетейін. Абайлаңыз, сыға уақуыңыз кетер мүмкін. Отанды өнім қолданыңызға рахмет. Негізі отандық өнім, отандық бренд ретінде жасағанбыз. Оқушының сөзін толықтырып өтейін. Негізі спонсорлар болса, демеушілер болса, біз бұны алдағы уақытта көбейтіп, жасап, нарыққа шығарсақ деген жоспарымыз бар. Әзірге енді жай ғана макет ретінде ғой, біз бұны патенттедік өз атымызға. Бірақ әлде де оған көптеген жұмыстар жасау керек, бұны көбейтіп жасау үшін. Қазақша оюмен, қазақи нақышта өзіміздің отандық өнімді барлық мекемелерде, қоғамдық орындарда, мектеп, балабақшаларда қолданатын болса, қазақша дауысты, яғни ол дегеніміз алдымен өзіміздің ана тілімізді құрметтеу, отандық брендті қолдау деп білемін. Бұл үтік, ақылды үтік деп аталады. Бұл үтіктің ерекшелігі 4 аяғында 4 серво мотор бар. Яғни 4 аяқ қосқанбыз. Неге 4 аяғы? Ол аяқ үтіктеп болғаннан кейін жерге тиген кезде енді күйеді ғой. Сол кезде 4 аяғымен тұрып қалу үшін қазір қосып көрсетем, бірақ алдымен түсіндіріп өтсем. Серво мотор 4 аяғында және де Arduino платасы бар мұнда, және дыбыстық колонка, микрофлешка. Бұның ерекшелігі оқушының дауысы. Біз былтырғы оқу жылында жасағанда жарыстарға, басқа да ғылыми жобаларға апарған кезде бұны жасанды интеллектпен сөйлеттік бірінші кезінде. Сол кезде ұсыныстар айтты, неге оқушының өз даусымен баспасқа, неге оқушының өз даусын қоймасқа деді. Сонда ерекше болады ғой деп. Сол үшін оқушының өз даусы мұнда. Енді қосып көрсетсем, былай үтіктейміз және жіберіп қалсақ 4 аяғымен тұрады. Қайтадан ұстаймыз. Үтіктеледі, қайтадан жібереді. Бұл жерде ультра дыбыстық датчик бар, қолды сезеді дағыны, ескерту жасайды.
қауіпсіздік мақсатында жасалған. Бүгінде ауданның үздік мектебі атануға барынша күш салып, жүйелі жұмыстар жалғасып жатқан оқу ордасында демеушілер есебінен жасалған жұмыстар да аз емес. Бұл тұрғыда білікті басшы, іскер ұйымдастырушы Кәмшат Дастанқызының еселі еңбегінде айта кеткен жөн. Мектепке басшы болған 3 жыл көлемінде бірнеше сыныпты демеушілерді ұйымдастыру арқылы жаңалап шыққан басшы мекеменің материалдық базасын жан-жақты нығайта білді. Бұл ретте жаңашыл басшы аудандық білім бөлімінің қолдауына да шынайы алғысын білдірді. Жалпы біздің аудандық білім бөліміміздің басшысы Шербаев Құдайберген ағай, ол кісі келген сәттен бастап біздегі аудандық 40 мектепке үлкен көмегін жасап жатыр. Сол кісі келген сәттен бастап үлкен қозғалыстар пайда болды. Ең бірінші ол кісі материалдық базадан бастады. Барлық мектептерге қажетті материалдық база, оның ішінде атап айтатын болсақ, интерактивті тақта, қазір жаңа технологияға керекті құрылғы. Мектепке не қажет, парталары бар, жаңартылып жатқан, көптеген компьютерлер, принтерлерге дейін қамтамасыз етіп жатыр. Іскер басшы. Сосын бізде қазір аудан бойынша бәсекелестік мектеп жобасын енгізу ол кісі әр 90 сайын қорытынды жасалып жатады, мониторинг. Сол бойынша жеңімпаз мектептер анықталып, бұл жерде енді ол біз үшін мотивация. Мектептің тәжірибесін таратуға және де тіршілігін, білім сапасын дамытуға үлкен бағытталған іс деп ойлаймыз. Өйткені қазір бізде оқушыларымызға дейін, мұғалімдерімізге де қызығушылығы жоғары болып, байқауға деген құлшынысы артып жатыр. Тағы да бұл басшының жақсы бір жағын айттым деп отырмын, жақсының жақсылығын айтпай қояйын. Бұл басшымыз оқушылардың біліміне қатты көңіл бөледі. Оқушылардың және де зейнетке шыққан ұстаздарымызбен жеке сұхбат жүргізіп, ол кісілердің дөңгелек үстел ұйымдастырып жатыр. Жалпы оқушыларға да, ұстаздарға да, жалпы мектепте үлкен қолдау білдіріп жатыр. Шоқан Уәлиханов атындағы мектептің жоғары жетістіктер жолында мұндағы білікті де тәжірибелі педагогтардың қосып келе жатқан үлестері мол. Талай дарынды шәкірттер тәрбиелеп шығарып жатқан мұғалімдер қауымы ұйымшылдық пен бірліктің арқасында талай белестерді бағындырып үлгерді. Жалпы қазіргі мынандай заманның осындай дамып келе жатқан уақытында, ғылым мен техниканың дамып келе жатқан уақытында мектеп басшысының, мен өзім ойлаймын, жас маманның келгені өте дұрыс екен. Себебі қазіргі заманмен ілесіп жүре алады екен. Міне сондай басшымыз, қазіргі басшымыз Мырзабекова Кәмшат апайымыз өте көшбасшы және іскер маман болды. Мектебіміз 4 жылдан бері керемет өзгерістерге ұшырады. Аудан мектептерінен біз әлде қайда шалғайда жатырмыз. Бірақ шалғайда жатсақ та, аудан мектептерінің қазір біздің мектебіміз теңесіп келе жатыр. Міне біз мұғалімдер, біз осыған қатты қуанамыз. Әрине, еңбекке, жұмысқа жас келсе, алға жылжитыны бұрыннан белгілі. Жас келсе іске бәрі дұрыс болатыны да белгілі. Ал ондай жастың етегінен баспай, белім буу мына біздерге үлкен іс десек те болады. Біз әрине соған ілесіп келе жатырмыз. Директорымызды қолдай отырып, қазір үлкен жетістіктерге жетіп жатырмыз. Оны көріп жатсыздар, біздің жас кішкентай жеткіншектеріміз қазір облысқа, республикаға шығып, бас жүлдені алып келіп жатыр. Осындай басшының мектебімізге басшы болып келгеніне де біз қатты қуанамыз. Ең бастысы ауқымды жұмыстар атқарып отырған ұжымның алға қойған мақсат міндеттері де аз емес. Абой Омар, Дастан Әділбек, Кемел арнасы.